Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қаңтардың 21-і. Сабақтың тақырыбы сен күртеше киесің бе? Ты наденешь ли куртку? Жаңа сөздер, новые слова. Бас киім, головной убор. Күртеше, куртка. Жемпір, джемпер или кофта. Етік, сапоги. Киемін, одену. Пальте, пальто. Белдемше, юбка. Все эти слова на странице 19. Диалог арқылы біз өткен сабақтарды қайталаймыз. Повторим пройденные темы. Сенің досың бар ма? У тебя есть ли друг? Иә, менің досым бар. Оның аты кім? Оның аты Әлібек. Сенің неше досың бар? Сколько у тебя друзей? Неше сколько? Менің 4 досым бар. Олар қандай? Олар жақсы дос. Сенің ең жақын досың бар ма? У тебя есть самый близкий друг? Иә, менің ең жақын досым бар. Ол қандай? Ол батыл. Он сильный. Сенің кішкентай досың бар ма? У тебя есть ли маленький друг? Иә, менің мысығым бар. Менің күшігім бар. Ол қандай? Ол ақылды. Ақылды, умный, умная. Давайте вспомним цвета. Ответь на вопрос. Қандай доп? Бұл қандай доп? Это какой мячик? Бұл сары доп. Ақ доп. Қара доп. Қызыл доп. Жасыл доп. Көк доп. Қоңыр доп. Давайте вспомним цвета. Сары, желтый, ақ, белый, қара, черный, қызыл, красный, жасыл, зеленый, көк, синий, қоңыр, коричневый.